Как всегда, все ушли, мы с Гаухартати остались, и этот молодой человек меня зовет на футбол. Я говорю, мен не ойнабойт қой, мен неге барам футболға деп, вот айтшы маған, мен неге барам, не жоқ ал Бізді сыйласаң бару керексің. Біз редкілер қарсы ойнаймыз. Ұталмағымызда қанша ол, бізге поддержка жетпейді. Мен онлайн поддержка берем сіздерге. Онлайн керек емес маған. Мен айтып тұрмын, дайын машина бар, одеял бар, жоқ неге бармайды. Только мен шақырып отырсың ғой? Жоқ, Қауһар. Ну не қызғанады ғой? Ну не? Я? Қызғанбасын. Просто Диас деп тұрса, бұл басқа. Ну ладно, подумаем. Во сколько у вас? Сейчас 8. Қалыңыз қалай Перизат? Жақсымыз, қалайсыз? Жақсы, сіздің қасыңызда бір ер азаматыңыз қайда? Я Нұрсұлтан біраз жұмыс жоқ қалды, бүгін келген жоқ. Бүгін жалғызсырап отырсыз. Енді бір жұп болып едіңіздер, енді жетіп едіңіздер. Соны айтамын. Нұрсұлтан, біз сізді күтеміз. Мен күтіп жатырмын. Жалғызсырап қалды әйтпесе. Перизат, сіз қазір енді сізге особенно қиын сияқты, өйткені мүлдем басқа елден келесіз, ата-анаңыздан бөлек тұрып жатсыз, қиын болып жатыр ма, қалай үйреністіңіз ба? Мен 17 жасымнан бері өзім жасаймын. Бішкекте ата-анам башқа шаарда тұрады. Да? В принципе, я привыкла, да. Мен сізді бірге тұрдым ма деп ойладым. Уже ондай үйренген адам екенсіз. Ал қазір Қазақстанда қиын болып жатқан жоқ па? Жоқ, так же, как в Бішкеке. Тем более Нұрсұлтан бар десеңіз. Қымбатырақ. Добрый день всем. Многие переживают из-за моих документов. К сожалению, я сегодня проспала, не успела с утра поехать сделать. Дай бог, завтра с утра поеду в ЦО. Сказали, что, возможно, суд будет. Потом прописку могу заново сделать обратно на 3 месяца. И какой-то, не знаю, штраф нужно будет заплатить. В целом, ничего сложного. Вот я должна это уже до пятницы сделать, потому что в субботу или в пятницу вечером я должна буду уехать в Бишкек. На следующей неделе у нас дома будет свадьба, я нужна семье сейчас. Вот, еще я думаю, что в скором времени, если я не вылечусь, я могу очень сильно заболеть, потому что у меня горло болит и еще нос заложен. Вот, так я сегодня в студии, Нурсултан сегодня нет, я одна. Красивые часы и цветочки. Я купаюсь в цветах. У меня их дома очень много, я даже не знаю, куда их поставить.